Сәлем достар, бұл Казак Storytime, біз бастаймыз. Ничего, я вам скоро отомщу. Қаңтардың қақаған аязы. Қазақстанның кең даласында орналасқан әскери бөлімінде тыныштық орнағандай көрінгенімен, казарма ішіндегі атмосфера суықтан да бетер қарып бара жатты. Орталықтан жырақ, ешкімге даусың жетпейтін бұл жерде заң да, ереже де басқаша еді. Серік ауылдан келген, мінезі жуас, бірақ білімді жігіт. Ол отан алдындағы борышын өтеуге үлкен үмітпен келген болатын. Алайда оның бұл арманы алғашқы айда күл талқан болды. Үш алып қатыгездіктің бейнесі. Казармада дембелдердің әскерден қайтуға аз қалғандар өз заңы жүреді. Олардың ішіндегі ең сорақысы Болат денелі, даусы жуан, кезінде бокспен айналысқан, бірақ ішкі жан дүниесі қатыгездікке толған адам. Оның екі серігі Арман мен Думан. Арман қу, сөзге шешен, бірақ адамды мазақтағанды жаны сүйетін болса, Думан үнсіз ғана соққы жұмсайтын, суық қанды қатыгез. Түнгі сағат 02:00. Барлық офицерлер үйлеріне қайтқан, тек кезекші сарбаздар ғана ояу. Осы уақыт Болат пен оның достарының билік жүргізетін шағы. Әй, дух бері кел. Болаттың жуан даусы қараңғылықта жаңғырды. Серік төсегінен атып тұрды. Оның жүрегі кеудесіне сыймай соғып тұрды. Ол бұл шақырудың жақсылықпен аяқталмайтынын білетін. Намысты таптау. Оны жуынатын бөлмеге алып барды. Ол жерде ешқандай камера жоқ, тек сыз тартқан қабырғалар мен судың сыңғыры ғана естіледі. Бүгін сенің кезегің, Серік, мына унитазды тіс щеткасымен тап-таза қыл. Егер таңертең жарқырап тұрмаса, өз щеткаңмен тісіңді жуғызамын, деді Арман мысқылдап күліп. Серік үндемеді. Оның жұдырығы түйілді, бірақ үш адамға қарсы тұру өз-өзіңді өлімге итерумен тең еді. Ол тізе бүгіп жұмысқа кірісті. Бірақ бұл тек басы ғана болатын. Тұр, деп бұйырды Думан, ол Серіктің бүйірінен қатты теуіп жіберді. Серік ауаны жұталмай еденге құлады. Біз саған бұйрық бергенде жылдам қимылдауың керек. Болат жақындап келіп Серіктің жағасынан алды. Сенің анаң хат жазыпты. Балам, амансың ба дейді. Бірақ ол сенің мұнда қандай қорқақ екеніңді білмейді ғой, Болат Серіктің ең қымбат затын, анасының хатын қолынан шығарып, көзінше жыртып аяғымен басты. Бұл Серіктің жанына оқтай тиді. Соққыдан да бетер ауыр болған намысының тапталуы еді. Олар Серікті 1 сағат бойы қорлады, оған піл кейпін кигізді, газқағармен жүгіртті, арқасына ауыр төсектерді үйіп қойып отырып тұрғызды. Ең соңында оның ақшасын тартып алып, өздеріне шай дайындатты. Кек отының тұтануы. Серік таңертең сапқа тұрғанда оның көзі ісіп, денесі көгеріп тұрды. Бірақ офицерлер бұған мән бермейтін немесе көрмегендей болатын. Әскерде болады мұндай деген суық сөз бәрін бүркеп тастайтын. Сол түні Серік ұйықтамады. Ол төсегінде жатып қабырғаға қарап, өзінің бұрынғы өмірін еске алды. Ол мұғалім болғысы келген еді. Бірақ қазір ол тек бір нәрсені ғана ойлады, кек. Ол жылаған жоқ. Оның көз жасы таусылған еді. Оның орнына жүрегінде суық, мұздай бір жоспар пісе бастады. Ол бұл үш жәлдеттің лайықты жазасын алу үшін бәрін жасауға дайын болды. Бірақ ол жай ғана арыз жазбайды. Ол олардың өмірін тозаққа айналдыратын жолды таңдады. 1 ай деп сыбырлады ол қараңғылықта. 1 айдан соң бәрі өзгереді. Серік сол сәттен бастап бәрін бақылай бастады. Ол Болаттың, Арманның және Думанның әрбір қадамын, әрбір заңсыз әрекетін, тіпті олардың телефондарының құпия сөздерін де жадына сақтай бастады. Ол үнсіз қалды, жуас болып көрінді, бірақ оның ішінде нағыз жауынгер оянған еді. Ол 1 ай бойы олардың қорлауына төзді. Күн сайын ауыр соққылар, мазақтар, түнгі жаттығулар. Бірақ Серік енді құрбан емес еді. Ол олардың үкімін дайындап жатқан кек алушы болатын. Казармадағы күндер бір-біріне ұқсас, сұрқай әрі азапты еді. Болат, Арман және Думан Серікті күн сайын мазақ етіп, оның намысын аяққа таптаудан ләззат алатын. Олар үшін бұл бір дәстүрге айналғандай еді. Серік өзін сынған, рухы жаншылған, бағынышты адамдай ұстады. Оның бұл жуастығы әлімжеттік жасаушылардың қырағылығын төмендетті.
Олар Серіктің үнсіздігінің артында қандай дауыл жасырынып жатқанын сезбеді. Серік физикалық тұрғыдан бұл үшеуіне төтеп бере алмайтынын жақсы түсінді. Егер ол жұдырық жұмсаса, оны үшеулеп ұрып қана қоймай, әскери трибуналға өзін кінәлі етіп шығаратыны анық еді. Сондықтан ол басқа қаруды ақылды таңдады. Қараңғыдағы құпиялар бұлтартпас дәлел. Әскери бөлімде смартфон ұстауға қатаң тыйым салынған. Бірақ үш алыптың әрқайсысында жасырын телефондар бар еді. Олар түнгі кезекшілік кезінде спирттік ішімдік ішіп, жас сарбаздарды қалай қорлайтынын бейне жазбаға түсіріп, өздерінің мықтылығын бір-біріне мақтан ететін. Одан қалды, олар жаңадан келгендердің ата-аналарынан ұлыңызға тиіспейміз деген сылтаумен ақша бопсалайтын. Серік осыны байқады. Оған дәлел керек еді. Сөзбен айтқан шағымды офицерлер елемейтінін ол жақсы білді. Оған қағаз бетіндегі немесе видео форматындағы бұлтартпас айғақ қажет болды. Бірнеше апта бойы Серік олардың әрбір қимылын аңдыды. Ол Болаттың телефонын қайда жасыратынын анықтады. Ол казарманың ескі, жұмыс істемейтін желдеткіш құбырының вентиляция ішінде жататын. Ал телефонның құпия сөзін білу үшін Серікке сәттілік пен төзім керек болды. Бір түні Болат мас күйінде төсегінде жатып, телефонын ақтарайын деп жатқанда, Серік еден жуып жүрген сыңай танытып, көз қиығымен экранға қарады. Болаттың саусақтары өте қарапайым комбинацияны терді. 1998 оның туған жылы. Серіктің жүрегі атқақтай соқты. Енді құлыптың кілті оның қолында еді. Сындарлы сәт, қорлық камера объективінде. Арада бірнеше күн өткен соң, түнгі сағат 3-те олар Серікті қайтадан оятты. Бұл жолы Думан мен Арман оған жалаңаяқ суық кафельдің үстінде тұрып, мылтықтың орнына сыпыртқы ұстатып, әскери ант қабылдауды бұйырды. Олар мұның бәрін камераға түсіріп қарқылдап күліп тұрды. Дауыстап айт, дух. Әйтпесе мына сыпыртқыны басыңда сындырамын. Деп Арман телефонын Серіктің бетіне тақады. Серік іштей өртеніп тұрса да, бет әлпетін өзгертпеді. Бұл сендердің соңғы мазақтарың. Түсіріңдер, маған дәл осы дәлел керек деп ойлады ол ішінен. Бұл бейне жазба олардың өздеріне қазылған ор екенін ол жақсы білді. Қоштасу кеші жазалау күннің белгіленуі. Уақыт сырғып өтіп жатты. Демебелге шығуға тура бір ай қалды. Казарма ішінде Болат пен оның достары үлкен қоштасу кешін Дембельский аккорд жасамақшы екендігі туралы сыбыр таралды. Бұл күні олар бөлімшеге жасырын түрде көп мөлшерде спирттік ішімдік кіргізіп, түні бойы тойламақ болды. Әрине, бұл тойдың басты құрбандары жас сарбаздар, соның ішінде Серік болуы тиіс еді. Бұл ақпарат Серік үшін табылмайтын мүмкіндік болды. Егер ол дәл сол күні әскери прокуратураны және бөлім командирлерін оқиға үстінен түсіре алса, олардың ешқайсысы да жауапкершіліктен жалтарып кете алмайтын еді. Бірақ ол үшін Болаттың телефонындағы бейне жазбаларды алдын ала прокуратураның электронды поштасына жіберу керек болды. Серікке желдеткіштен телефонды ұрлап, дәлелдерді жіберіп, оны білдірмей орнына қою үшін бар жоғы 10 минут уақыт керек еді. Ол бұл қадамға барудың қаншалықты қауіпті екенін түсінді. Егер ұсталып қалса, оны сол жерде ұрып өлтіруі де мүмкін еді. Бірақ шегінер жол жоқ. Кезекті түнгі кезекшілікте үшеуі ұйқыға кеткенде Серік төсегінен жылыстап тұрды. Ол қараңғы дәлізбен желдеткіш құбырына қарай үнсіз қадам басты. Қолы дірілдеп желдеткіштің темір торын ақырын ашты. Телефон сонда жатыр еді. Ол телефонды алып парольді терді. 1998. Экран жарқ етіп ашылды. Серіктің жүрегі тоқтап қала жаздады. Ол галереяға кіріп, өзінің және басқа да сарбаздардың аяусыз қорланған видеоларын көрді. Дәлелдер оның қолында. Енді осы видеоларды сыртқа жіберу ғана қалды. Бірақ дәл сол кезде артынан еденнің сықырлаған дыбысы естілді. Біреу оянып кеткен еді. Арқамнан естілген еденнің сықырлаған дыбысы тұла бойымды мұздатып жіберді. Қолымда Болаттың телефоны, экраны жарық шашып тұр. Егер ол қазір мені осы күйде көретін болса, ертеңгі таңды көрмейтінім анық еді.
Әскери бөлімнің қараңғы бұрышында мені ұрып өлтіріп, баспалдақтан құлап кетті, немесе өз-өзіне қол жұмсады деп рәсімдей салатынына күмәнім жоқ. Мен демімді ішіме тартып, телефонның экранын тез өшірдім де, желдеткіш құбырының қасына қою көлеңкеге қарай тығылдым. Қараңғы дәлізбен біреу ауыр аяқ басып келе жатты. Бұл Думан еді. Ол ұйқылы ояу күйде, көзін уқалап дәретханаға қарай бет алған екен. Ол мен тығылып тұрған жерден небәрі 1,5 метр жерден өтті. Мен оның демалған дыбысы мен темекі саситын иісін анық сездім. Жүрегімнің дүрсілі соншалықты қатты болғаны сондай, Думан оны естіп қоятындай көрінді. Бірақ ол түк байқамастан дәретханаға кіріп кетті. Қараңғыдағы ұшқын, дәлелдердің жолдануы. Маған берілген уақыт небәрі 1-2 минут қана еді. Думан қайтып шыққанша үлгеруім керек. Мен терезе жаққа жақындап телефонды қайта қостым. Интернет желісі әскери бөлімде өте нашар ұстайтын. Телефонның сигналын іздеп терезеге тақадым. Не. 3, 4. Сигнал пайда болды. Мен галереядағы ең сорақы 3 видеоны таңдадым. Онда мені қалай қорлағаны, басқа жас сарбаздарды ақша сұрап ұрғаны және офицерлерді мазақ еткен сөздері анық түсірілген болатын. Мен бұл видеоларды 2 жерге жібердім. Өзімнің ауылдағы ағамның WhatsApp нөміріне кез келген жағдайда өшіріліп кетпеуі үшін резерв ретінде. Қазақстан Республикасы бас әскери прокуратурасының жедел сенім телефонының Telegram ботына. Хабарламаға қысқа ғана мәтін қостым, әскери бөлімі. Сарбаздарды азаптау және бопсалау. Дәлелдер осы видеода. Егер шара қолданбасаңыздар, бұл видеолар ертең барлық бақ пен интернетке тарайды. Құтқарыңыздар. Жіберілді деген жасыл белгі жанған кезде менің иығымнан үлкен бір тау түскендей болды. Мен телефонның тарихын, жіберілген хабарламалар ізін мұқият өшірдім. Экранды сүртіп, саусақ іздерімді қалдырмас үшін телефонды желдеткіш құбырының ішіне дәл бұрынғы орнына қайта қойдым. Темір торды жапқаным сол еді, дәретхананың есігі ашылып, Думан шықты. Мен көлеңкемен сырғып, өз төсегіме үнсіз жетіп көрпені бүркеніп жата қалдым. Думан бөлмеге кіріп, жан-жағына бір шолып өтті де, төсегіне құлады. Мен тірі қалдым. Бірақ нағыз соғыс енді ғана басталған еді. Дембелдік аккорд, жауыздықтың шарықтау шегі. Арада 2 күн өтті. Болат, Арман және Думан ештеңе сезбеді. Олардың бар ойы алдағы қоштасу кешінде дембелдік аккорд болатын. Бұл кеш әскери бөлімнің шетінде орналасқан, қараусыз қалған ескі қазандық, котельная ішінде өтуі тиіс еді. Таңертеңгі саптан кейін Болат мені бұрышқа тамағымнан қысып алып келді. Тыңда, Дух. Бүгін түнде біздің үлкен тойымыз. Түн ортасында қоршаудың артындағы ауылдың дүкеншісінен 3 бөтелке арақ пен закуска әкелесің. Ақшаны Арман береді. Егер прапорщикке ұсталып қалсаң немесе арақты сындырып алсаң, сені сол қазандықтың пешіне тірідей тығып жіберемін. Түсіндің бе? Деп бетіме түкіре жазда бақырды. Мен көзімді төмен қаратқан күйі. Құп болады деп басымды изедім. Олар мені өздеріне қызмет етіп ішімдік таситын құл ретінде пайдаланбақшы. Бірақ бұл маған берілген ең үлкен сыйлық еді. Өйткені дәл осы тапсырма арқылы мен олардың түнгі орналасатын жерін нақты білдім. Тұзақты құру, кек алушының соңғы жүрісі. Кешке таман мен кезекші бөлімнің жанынан өтіп бара жатып, қабырғада ілулі тұрған ішкі байланыс телефонына көзім түсті. Офицерлер кешкі асқа кеткен. Кезекші сарбаз темекі шегуге сыртқа шыққан сәт еді. Мен телефон тұтқасын жұлып алып, әскери полицияның гауптвахта кезекші бөліміне қоңырау шалдым. Алло, әскери полиция ма? Бөлімнің ескі қазандығында бүгін түнде сағат 01:00-де дембелдер жаппай ішімдік ішіп, жас сарбаздарды азаптамақшы. Оларда заңсыз ұялы телефондар бар, соның ішінде қылмыстық дәлелдер сақталған. Тез жетіңіздер, бұл бас прокуратураның бақылауына алынған іс. Деп тұтқаны тастай салдым. Менің үнімде ешқандай діріл болған жоқ. Мен енді қорқақ серік емеспін. Мен әділеттіліктің семсері едім. Тозақ кешінің басталуы қасқырлар апаны. Түнгі сағат 00:30. Қараңғылық қоюланып, аяз күшейген уақыт.
Болаттың айтқанындай мен қоршаудан жасырын өтіп, ауылдық дүкеншіден ауыр қара пакетті, ішімдіктер мен тағам алдым. Суық желден денем қалтыраса да, ішімдегі кек оты мені жылтып тұрды. Мен ескі қазандыққа жақындадым. Ішінен жарық көрінбейді, бірақ кішігірім терезеден күңгірт сәуле мен темекінің түтіні шығып жатты. Есікті ақырын қақтым. Думан есікті ашып, пакетті жұлып алды да, мені жағадан ұстап ішке қарай лақтырып жіберді. Қазандықтың іші нағыз жабайылардың үңгірінде еді. Болат пен Арман ескі матрастардың үстінде жайғасқан. Олар арақты ашып, стақандарға құя бастады. Міне, нағыз өмір, деп Болат арақты сіміріп салды. Әй, Серік, бері кел. Тізеңмен тұр. Мен үнсіз алдарына барып тізе бүктім. Сен бізге 1 ай бойы жақсы қызмет еттің. Бірақ бүгін біз кететін болғандықтан сенің есіңнен кетпес сыйлық қалдырамыз. Деп Арман белдігін, ременін шеше бастады. Темір тоғасы, бляхасы, бар қалың әскери белдік ауада ысқырып үстелді бір берді. Бірінші соққы менен, деді Болат орнынан тұрып, көздері қанға толып. Ол мені ұруға оқталды. Олар мені осы қазандықтың ішінде аяусыз сабамақшы еді. Мен көзімді жұмбадым. Мен олардың көзіне тіке, қорықпай қарадым. Өйткені мен білдім. Уақыт аяп қалды. Дәл сол кезде қазандықтың ауыр темір есігі сыртынан қатты соққымен гүрс етіп ашылып кетті. Қазандықтың ауыр темір есігі топсасынан жолына жаздап, гүрс етіп ашылған сәтте, бөлменің ішін қалың шаң мен сырттың мұздай ауасы басып қалды. Еденге жат. Қолыңды арқаңа қайыр. Ешкім қимылдасын. Деген бұйрықты дауыстар бөлменің ішінде жаңғырып кетті. Көзді шағылыстыратын жарқын тактикалық шамдардың, фонариктердің сәулесі қараңғы қазандықтың ішін күндізгідей жарық қылды. Қара бетперде, маска киген, қолдарына қысқа оқпанды автоматтарын ұстаған әскери полицияның арнайы жасағы ішке лап қойды. Олардың қимылдары өте жылдам әрі дәл еді. Жаңа ғана қолына белдік ұстап, мені қан жоса қылып сабауға дайындалып тұрған Арманның қолынан белдік түсіп кетті. Ол не болғанын түсінуге үлгерместен, 2 сарбаз оны жерге алып ұрып, бетін лас бетонға басып тастады. Қолым, деп шыңғырды Арман, оның қолдарына суық кісен сарт етіп тағылғанда. Болат пен Думан да қарсылық көрсетуге қауқарсыз еді. Олардың масмилары мына тосынсыйды қабылдай алмай, қорқыныштан сіресіп қалды. Бірнеше секунд бұрын ғана өздерін осы әскери бөлімнің құдайларындай сезінген үш алып, қазір еденде шаң жұтып, дәрменсіз күшіктердей қыңсылап жатты. Әділеттің келуі, прокурордың соққысы. Жасақ сарбаздары бөлмені толық бақылауға алған соң, есіктен былғары куртка киген, жүзі қатал, орта жар офицер кіріп келді. Бұл бас әскери прокуратураның арнайы тергеушісі полковник Сәкенов болатын. Менің телеграм-ботқа жіберген хабарламам мен видеом тікелей жоғары жаққа жетіп, олар істі кідіртпестен қолға алған екен. Полковник бөлменің ішін, шашылып жатқан арақ бөтелкелерін және еденде жатқан дембелдерді жиіркенішпен шолып өтті. Содан кейін оның жанары бұрышта тізе бүгіп тұрған маған түсті. Сарбаз, орныңнан тұр, деді ол маған қарап, даусында жұмсақтық пайда болып. Мен ақырын орнымнан тұрдым. Денем дірілдеп тұрса да, ішімдегі қорқыныш түгелдей сейілген еді. Мен жеңдім. Болат еденде жатып, басын көтеруге тырысты. Жолдас полковник, бұл түсінбеушілік. Біз жай ғана дембелге кетер алдында кішкене отырайық дегенбіз. Мына сарбаз өзі келді бізге көмектесуге. Бәрі жақсы. Ол өтірікті судай сапырып, жағдайдан сытылып шықпақ болды. Полковник Сәкенов мысқылдап күлді де, қалтасынан өзінің планшетін шығарды. Түсінбеушілік дейсің бе, қатардағы жауынгер Болатов? Ал мынаған не дейсің? Тергеуші планшеттің экранын Болаттың бетіне тақады. Экранда менің түнде желдеткіштен ұрлап жіберген видеом ойнап тұр еді. Онда Болат пен Арманның жас сарбаздарды дәретханада қалай ұрып соғып жатқаны, олардан ақша әкелесің деп бопсалағаны анық естіліп, көрініп тұрды. Бұл видеоны көргенде Болаттың көздері шарасынан шыға жаздады. Оның түрі қуарып, тілі күрмеліп қалды. Бұл қайдан? Біздің телефон ол сөзін аяқтай алмады. Оның миына бұл дәлелдің қалай сыртқа шығып кеткені жетті.
Кек алушының жеңісі, жалтармас жанар. Еденде кісендеулі жатқан үшеуі де бірдей жалт етіп маған қарады. Олардың көздеріндегі үрей мен таңғалыс сөзбен айтып жеткізгісіз еді. Жарты сағат бұрын ғана олар мені құл санап, аяусыз сабамақшы болған жуас серік. Олардың өмірін тамырымен жұлып алған нағыз кек алушы екенін олар енді ғана түсінді. Мен олардың көздеріне тіке қарадым. Ешқандай қорқыныш жоқ. Ешқандай үрей жоқ. Тек қана әділеттің суық ұшқыны. Мен айтқан едім ғой ішімнен. Бір айдан соң бәрі өзгереді деп дедім мен оларға естілер-естілмес үнмен. Болат тістеніп маған қарай жұлқынбақшы болды. Сен екенсің ғой, егеу құйрық. Мен сені өлтіремін. Тірі қоймаймын. Деп ақырды ол. Бірақ арнайы жасақ сарбазы оның арқасынан етікпен қатты басып үнін өшірді. Полковник Сәкенов телефондарды тәркілеуді бұйырды. Бұл жерде тек әскери тәртіпті бұзу емес, қылмыстық кодекстің бірнеше бабы бойынша билікті асыра пайдалану, адамгершілікке жатпайтын қарым-қатынас және бопсалау қылмыстары тұр. Бұлардың әрқайсысы дембелге емес, әскери түрмеге кем дегенде 5-7 жылға кетеді. Бәрін алып кетіңдер. Түрме камерасына, гауптвахтаға жабыңдар. Тозақтан шығу, жаңа өмірдің таңы. 3 алыпты жерден сүйріп тұрғызып далаға алып шықты. Олардың жаңа ғана кеуделерін керіп тұрған тәкаппарлығынан түк қалмаған еді. Қолдарына кісен салынған, бастары салбыраған күйі олар қараңғы түннің ішіндегі әскери көлікке қарай сүйретіліп бара жатты. Олардың қоштасу кеші шынымен де қоштасу болды, бірақ бостандықпен қоштасу еді. Мен қазандықтың ішінде полковникпен оңаша қалдым. Ол менің иығымнан қағып: сен нағыз ерлік жасадың, балам. Қазіргі таңда мұндай қорлыққа үнсіз көніп өмірін құртатын сарбаздар көп. Бірақ сен жүйеге қарсы ақылмен күрестің. Ертең прокуратураға барып ресми жауап бересің. Саған ешкім тиіспейді, бұл менің жеке бақылауымда, деді. Мен терең тыныс алдым. Кеудемдегі ауыр тас түсіп, орнын бұрын-соңды болмаған жеңілдік басты. Далаға шыққанымда қаңтардың аязы бетімді қарса да, маған ол ең жылы самалдай көрінді. Аспанда жұлдыздар жарқырап тұрды. Тозақ артта қалды. Бірақ алда осы істің ең маңызды нүктесі сот отырысы және ата-аналардың көз жасы күтіп тұрған еді. Ертеңіне казармадағы таң мүлде басқа шатты. Күнделікті тұр деген дөрекі дауыстардың орнына әскери бөлімде тыныштық орнаған еді. Болат, Арман және Думанның төсектері бос тұрды. Олардың түнгі ұсталған хабары бүкіл бөлімге найзағайдай тарады. Жас сарбаздар маған таңғала, әрі үлкен құрметпен қарап жүрді. Кеше ғана қорлықтан басын көтере алмай жүрген жігіттердің көзінде үміт оты оянғандай болды. Өйткені мен жүйені бұздым, зұлымдыққа қарсы үнсіз көнудің орнына оны заңмен тұншықтырдым. Түске таман мені полковник Сәкеновтың кабинетіне шақырды. Отыр, Серік, деді ол алдындағы қалың папканы ашып жатып. Сенің берген видео дәлелдерің нағыз бомба болды. Олардың телефондарынан тек сені ғана емес, басқа да ондаған сарбазды азаптаған, ақша бопсалаған аудио және видео жазбалар табылды. Бұл үшеуінің қылмысы өте ауыр. Енді маған сенің ресми түсініктемен керек. Мен болған жағдайдың бәрін, алғашқы күннен бастап жыртылған анамның хатына дейін, дәретханадағы қорлыққа дейін қағаз бетіне түсірдім. Менің ізіммен казармадағы басқа да жуас сарбаздар қорқыныштарын жеңіп, полковниктің алдына келіп шағым жаза бастады. Зұлымдықтың құрған қамалы тас-талқан болып құлап жатты. Сот залы, қатыгездіктің мүшкіл бейнесі. Арада 2 ай өтті. Бұл іс қорғаныс министрлігінің қатаң бақылауына алынып, әскери сотқа жетті. Сот залы. Мен жәбірленуші ретінде алдыңғы қатарда отырмын. Зал ішшілік толы. Сот залына кіреберісте орналасқан шыны кабинаның темір тордың ішіне жаңағы 3 алыпты әкелді. Мен оларды көріп тіпті танымай қалдым. Қолдарына кісен салынған, шаштары тақырлап алынған, үстілеріне сотталушылардың сұр киімін киген Болат, Арман және Думан қазір әлжуас, дәрменсіз бейшараларға ұқсайтын. Олардың көздерінде кешегі тәкаппарлықтың ізі де қалмаған, еденге қараған күйі қалтырап тұрды. Сот залында олардың ата-аналары да отырған еді.
Болаттың анасы ұлын тордың артынан көргенде жүрегін ұстап жылап жіберді. Менің балам кінәсіз. Ол әскерге отанын қорғауға кеткен. Оған жала жауып отырсыңдар, деп айғайлады ол көз жасына тұншығып. Бірақ сот процесі барысында прокурор үлкен экраннан баяғы видеоларды қосты. Зал ішіндегі тыныштықты дәретханадағы қорлықтың, Арманның қарқылдаған күлкісінің және Болаттың сарбаздарды аяусыз тепкілеп жатқан дыбыстары бұзды. Болаттың анасы бұл сұмдықты көргенде екі қолымен бетін басып, орнына сүле сопа құлады. Әкесі болса ұятын көтере алмай, басын төмен салып, үнсіз қалды. Олар өздерінің батыр ұлдарының әскерде нағыз қаныбезерге, қылмыскерге айналғанын өз көздерімен көрді. Бұл ата-ана үшін өлімнен де ауыр жаза еді. Үкім және өкініштің кеш көз жасы. Болат шыны кабинаның ішінде тізерлеп отырып жылай бастады. Кешіріңіздерші. Біз білмедік. Біз жай ғана әзілдеп. Біз үйге қайтамыз деп ойладық. Кешірші, Серік. Анамды жылатпашы, арызыңды алшы. Деп маған қарап жалынды. Бірақ кешеді. Олар менің анамның хатын жыртып, аяққа таптағанда менің көз жасымды көрген жоқ. Әділеттілік кешіріммен емес. Заңмен өлшенеді. Сот үкімі оқыды. Айыпталушылар әскери билікті асыра пайдалану, топ болып адамның қадір-қасиетін қорлау және бопсалау баптары бойынша кінәлі деп танылсын. Болатов 7 жылға, Арманов 6 жылға, Думанов 5,5 жылға қатаң режимдегі түзеу колониясына бас бостандығынан айырылсын. Сот залында ата-аналардың зарлаған дауысы мен сотталушылардың үмітсіз жылаған үндері қатар естілді. Олардың әскери қызметінің соңы мақтаныш пен құрметке емес, темір тор мен масқаралыққа ұласты. Дембелдің орнына түрме киімі. Бұл әрбір әлімжеттік жасаушыға үлкен сабақ еді. Эпилог нағыз ерліктің оралуы. 1 жылдан соң, көктемнің шуақты күні. Менің әскери борышымды өтеп дембелге шығатын күнім келді. Бірақ мен олар сияқты ішімдік ішіп әлсіздерді қорлаған жоқпын. Мен бөлімшеден сержант шенінде кеудемде үздік қызмет үшін төсбелгісі жарқырап, командирлердің алғыс хатын арқалап шықтым. Жас сарбаздар мені үлкен құрметпен шығарып салды. Олар үшін мен әділдіктің символына айналған едім. Қазір бұл бөлімде ешқандай әлімжеттік жоқ, барлығы жарғы бойынша қызмет етуде. Ауылға келіп түскенімде вокзалда мені анам күтіп тұрды. Ол мені көріп көзіне жас алып құшағына қатты қысты. Балам, қандай ер азамат болып кеткенсің? Аман есен оралғаныңа шүкір, деді анам. Мен оның маңдайынан иіскеп көкке қарадым. Иә, мен нағыз ер азамат болып оралдым. Мен зұлымдыққа бас имедім, бірақ оған зұлымдықпен емес, ақылмен және әділдікпен жауап бердім. Бұл менің өмірімдегі ең үлкен сабақ болды. Қаншалықты қиын болса да, намысыңды сақта және шындық үшін күрес. Өйткені шындық әрқашан жеңеді. 7 жыл. Уақыт емші десе де, кейбір жаралар ешқашан толық жазылмайды. Бұл уақыт ішінде менің өмірім түбегейлі өзгерді. Әскерден оралған соң мен жоғары оқу орнын тамамдап, шағын бизнес бастадым. Қазір мен қаладағы үлкен спорт кешенінің басшысымын. Менің басты мақсатым көшедегі бұзық жасөспірімдерді спортқа тартып, олардың дұрыс жолдан тайып кетпеуіне көмектесу болды. Мен отбасы құрдым, Айгерім есімді сүйікті жарым және 4 жасар балам бар. Менің өмірім тыныш әрі бақытты еді. Бірақ өткеннің көлеңкесі менің соңымнан қалмағанын мен тым кеш түсіндім. Қара қақпаның ашылуы, құбыжықтың бостандыққа шығуы. Қатаң тәртіптегі түзету колониясының ауыр темір қақпасы сықырлап ашылды. Сұр түсті, жұпыны киім киген, бет әлпетін әжім мен тыртық басқан бір еркек сыртқа қадам басты. Бұл Болат еді. 7 жыл түрмедегі өмір оның тек денесін ғана емес, жанын да толықтай шіртіп жіберген болатын. Ол бостандыққа шыққанына қуанбады. Өйткені оның барар жері де, күтер адамы да қалмаған еді. Түрмеде отырғанына 3 жыл болғанда анасы қайғымен ұятты көтере алмай, жүрек талмасынан қайтыс болған. Әкесі ішімдікке салынып қаңғыбасқа айналып кеткен.
Болат өзінің осы мүшкіл халі, бұзылған тағдыры және отбасының күл талқан болу үшін өзін емес, тек бір ғана адамды кінәлады. Менің өмірімді тозаққа айналдырдың, Серік. Енді мен сенің өміріңді тартып аламын деп ырылдады Болат колонияның қақпасына соңғы рет қарап. Ол қалаға келген бойда өзінен бұрынырақ, мерзімінен бұрын, босап шыққан бұрынғы сыбайластары Арман мен Думанды іздеп тапты. Олардың да жағдайы мәз емес еді. Сотталған деген атаумен ешқайда жұмысқа кіре алмай, базарда жүк тасушы, көшедегі ұсақ бұзақыларға айналған болатын. Үшеуі қала шетіндегі лас, қараңғы пәтерде бас қосты. Болат үстелдің үстіне бір шиша арақты қойып, олардың көздеріне тіке қарады. Сендер осылай егеу құйрық құсап өле бермексіңдер ме? Біз әскерде патша едік. Ал қазір кімбіз? 7 жылымызды, жастық шағымызды кім ұрлады? Сол ауылбай Дух ұрлады. Ол қазір спорт кешенін ашып, байып, әйел алып сайрандап жүр. Ал біз мына лас пәтерде шіріп жатырмыз. Деп Болат үстелді жұдырығымен қатты берді. Арман мен Думанның көздеріндегі өшен от қайта жанды. Түрме оларды түзеген жоқ, керісінше заң мен адамгершіліктен жұрдай, нағыз жабайы қасқырларға айналдырған еді. Не істейміз? Деп сұрады Думан, дауысы қарлығып. Болат қалтасынан ұзын, жүзі жалтыраған аңшып шағын шығарып, үстелге қадады. Біз одан бәрін тартып аламыз. Ақшасын, бақытын және жанын. Бұл жолы бізге ешқандай полковникте, арнайы жасақта кедергі бола алмайды. Бұл соңғы аккорд. Көлеңкедегі аңду, тұзақтың құрылуы. Бірнеше апта бойы олар менің ізіме түсті. Олар менің қай уақытта жұмысқа баратынымды, қашан қайтатынымды, көлігімді қайда қоятынымды түгел зерттеп алды. Мен ештеңе сезбедім. Менің ойымша, олар түрмеден кейін естерін жиып, тыныш өмір сүріп жатқан болар деп ойлаған. Қандай үлкен қателік еді. Қарашаның суық түні. Мен спорт кешеніндегі жұмыстарымды кеш аяқтап, ғимараттан ең соңғы болып шықтым. Қызметкерлер әлдеқашан кетіп қалған. Мен жерасты автотұрағына, паркингке түсіп көлігіме қарай беттедім. Тұрақ іші жым-жырт, тек менің аяқ киімімнің жаңғырығы ғана естіледі. Көлігімнің пультін басып, есікті аша бергенімде автотұрақтың жарық шамдары кенеттен сарт етіп өшіп қалды. Айнала тас түнек қараңғылыққа батты. Тек ғимараттан түсіп тұрған әлсіз, көмескі жарық қана бар. Жүрегім шып ете түсті. Менің әскерде шыңдалған инстинктім қауіпті бірден сезді. Қараңғылық ішінен баяу, ауыр қадамдардың дыбысы естілді. Біреу емес, үшеу. Олар мені жан-жақтан қоршап келе жатты. Жарық сөніп қалды ма, Серік? Деген жуан, қарлыққан таныс дауыс тұрақтың ішінде жаңғырып кетті. Бұл дауыс менің миымда 7 жыл бұрынғы тозақ түндерін қайта оятты. Болаттың дауысы еді. Өткенмен бетпе-бет. Автотұрақтағы айқас. Қараңғыдан 3 адамның сұлбасы шықты. Болат, Арман және Думан, олардың қолдарында темір арматура мен ұзын пышақ бар еді. Олардың көздері түнгі жыртқыштардыкіндей жанып тұрды. Сәлем, Дух. Сағындың ба бізді? Деді Арман, темір арматураны қолына ұрып. Біз сені 7 жыл бойы күн сайын, әр секунд сайын сағындық. Саған арнайы сәлемдеме әкелдік. Мен көлігімнің есігін жауып, оларға қарап тұрдым. Жоқ, мен бұрынғы қорқақ, үнсіз серік емес едім. Мен осы жылдар бойы бокспен және өзін-өзі қорғау өнерімен айналысқан, шыныққан еркекпін. Бірақ олардың үшеу екенін, қолдарында қару бар екенін түсіндім. Сендерге түрме аз болды ма? Дедім мен даусымды қатайтып артқа қарай бір қадам шегініп. Қазір күзетшілерді шақырамын, сендер бұл жолы өмір бойына кетесіңдер. Естеріңді жиыңдар. Біздің жоғалтатын ештеңеміз қалған жоқ. Менің анам сенің кесіріңнен жер жастанды. Деп ақырды Болат және қолындағы пышақпен маған қарай ұмтылды. Айқас басталды. Болат пышағын менің кеудеме қарай сілтеді. Мен шапшаңдықпен жалтарып, оның білегінен ұстап, ішінен тіземмен ауыр соққы жасадым. Болат ауаны жұта алмай, еңкейіп қалды. Сол сәтте Арман арқамнан темір арматурамен ұруға оқталды. Мен оның қолын бұғаттап, жұдырығыммен жағына дәл тигіздім. Арман қан түкіріп көліктің үстіне құлады.
Олар менің мынадай қарсылық көрсететінімді, бұрынғы жуас баланың нағыз жауынгерге айналғанын күтпеген еді. Мен екеуін де құлатып, енді жүгіріп шығып кетпекші болдым. Бірақ мен Думанды ұмытып кетіппін. Ол ең үнсіз, бірақ ең қатыгез дұшпан еді. Мен бұрыла бергенімде Думан көліктің артынан шығып, қолындағы ауыр темір гайка кілтімен ключ. Гүрс. Көз алдымда ақ жарқыл пайда болып, құлағым тұнып кетті. Денем өзіме бағынбай, сал ауруына шалдыққандай суық бетонға құладым. Миым зеңгіп, қанның жылы тамшылары бетімді жуып жатты. Есімді жоғалтып бара жатқанда, Болаттың жаныма келіп шашымнан жұлқа көтергенін сездім. Енді сені ешқандай полиция құтқармайды, Серік, біз сені ешкім таппайтын жерге апарамыз. Тозақтың не екенін енді көресің, деді ол сылдап. Мен толықтай қараңғылыққа сіңіп кеттім. Жаңа тозақ, қараусыз қалған қоймадағы ояну. Көзімді ашқанымда денемдегі сұмдық ауырсынудан ыңырсып жібердім. Менің екі қолым мен екі аяғым ауыр ағаш орындыққа жуан арқанмен қатты байланған екен. Басым жарылардай ауырады, бетімнің бәрі қатқан. Айналама қарадым. Бұл қала сыртындағы қабырғалары сыз тартқан, терезелері бітелген қараусыз қалған ескі өндірістік қойма еді. Ауада шаң мен зеңнің иісі қолғаны қабат. Бөлменің ортасында жалғыз ғана сары шам жанып тұр. Менің алдымда Болат, Арман және Думан тұр. Болат қолына баяғы әскери белдігін, біляқасын орап алған. Арман болса, үстел үстінде менің әмиянымды ақтарып, телефонды бұзып жатыр еді. Ояндың ба, ұйқыдағы ару, деді Болат мысқылдап күліп. 7 жыл бұрынғы қоштасу кешіміз аяқталмай қалған еді ғой. Бүгін соны жалғастырамыз. Бірақ бұл жолы камера да жоқ, прокурор да жоқ. Тек сен, біз және мына қанды белдік. Мен іздеп табады. Сендер бұдан құтыла алмайсыңдар, дедім мен, қаным қайнап арқанды үзуге тырысып. Арман менің телефонымды көтеріп көрсетті. Таппайды, Серік, мен сенің әйелің Әйгерімге жұмыспен шұғыл басқа қалаға кеттім, байланыста болмаймын деп сенің жазып жібердім. Ол сені кем дегенде 3 күн іздемейді. Ал 3 күннен кейін сенен тек сүйек қана қалады. Думан үнсіз ғана келіп, менің ішімнен өте ауыр соққы жасады. Арқанмен байланғандықтан мен қорғана алмай, барлық ауырсынуды қабылдауға мәжбүр болдым. Болат менің жаныма еңкейді. Біз сені жай ғана өлтірмейміз, Серік, біз сенің жан азабыңды көріп ләззат аламыз. Сен бізге қандай азап шектірсең, соның мың есесін қайтарасың. Бұл нағыз үмітсіздік еді. 7 жыл бұрын мен оларды заңмен жеңгем, ал қазір олар заңның сыртына шығып, нағыз жауыз құбыжықтарға айналған еді. Менің қолым байлаулы, алда мені тек азапты өлім күтіп тұрғандай көрінді. Бірақ олар менің қандай еркек екенімді әлі толық түсінбеген еді. Мен бұл тозақтан тірі шығу үшін адам айтқысыз қадамға баруға дайын болдым. Қанды айқастың нағыз шыңы енді басталмақ еді. Қараусыз қалған қойманың іші ызғарлы әрі үрейлі еді. Төбеде ілулі тұрған жалғыз сары шам дірілдей жанып, айналаға қорқынышты көлеңкелер түсіріп тұрды. Менің қол аяғым ауыр ағаш орындыққа қатты байланған, білектерім арқанның қысқанынан жансызданып бара жатты. Басымнан аққан қан көзіме түсіп, көруімді қиындатты. Алдымда тұрған 3 құбыжық, Болат, Арман және Думан түрмеден адам емес, нағыз жабайы аңға айналып шыққан еді. Болат қолындағы темір тоғасы бар ауыр белдікті, ременді, ауада ысқырта үйіріп маған жақындады. Оның көздерінде ессіздік пен қанға деген шөлдеу бар болатын. 7 жыл, деді Болат сылдап. Мен камераның сыз еденде жатып осы сәтті күттім. Сенің қалай қиналатыныңды, қалай жалынатыныңды көз алдыма елестеттім. Қазір сенің әрбір сүйегіңді жеке-жеке сындырамын. Ол бар күшімен белдікті сілтеп қалды. Темір тоға менің кеудеме оқтай тиіп, денемнен ток ұрғандай ауырсыну сезім өтті. Мен ыңырсып жібердім, бірақ тісімді шақырлатып қысып, оларға қанағаттанарлықай айғайлап жалынбадым. Ұр! Одан қатты ұр! Сендердің қолдарыңнан тек қолы байлаулы адамды ұру ғана келеді ғой. Дедім мен оның көзіне тіке қарап, қан түкіріп. Сендер түрмеде шіріген қорқақтарсыңдар. Мен сендерді бір рет жеңгем,
қажет болса тағы да тозаққа тығам. Бұл сөздер Болаттың шамына қатты тиді. Ол ақырған күйі маған пышақпен ұмтылмақ болды, бірақ Думан оның қолынан ұстап қалды. Тоқта, Болат, бірден өлтірсек қызығы болмайды. Оны баяу азаптау керек деді Думан суық үнмен. Ол қолындағы темір гайка кілтімен, баллоникпен менің тіземді көздеп жақындай бастады. Үмітсіздіктегі ұшқын, әйелдің сезімімен құпия сөз. Арман осы кезде бұрышта менің телефонымды шұқылап тұрған еді. Болат, бәрі тамаша. Мен оның әйелі Айгерімге жұмыспен шұғыл басқа қалаға кеттім, 3 күн байланыста болмаймын деп жазып жібердім. Ол, жарайды, абайлап жүр деп жауап қайтарды. Ешкім оны іздемейді, деп қарқылдап күлді ол. Олар жеңіске жеттік деп ойлады. Бірақ олар менің әйелімнің, менің Айгерімнің қандай ақылды екенін білмейтін еді. Біз Айгерім екеуміз бұрыннан бір келісім жасағанбыз. Менің жұмысым үлкен спорт кешенін басқару болғандықтан кейде қауіпті жағдайлар болып тұратын. Сондықтан біздің арамызда құпия сөз бар еді. Мен ешқашан Айгерімге жұмыспен кеттім деп ресми жазбайтынмын. Мен әрқашан жаным іссапар шығып қалды деп жазатынмын. Оның үстіне хаттың соңында әрқашан смайлик қоятынмын. Айгерім бұл құрғақ, қате жазылған, сымысты оқыған бойда менің қауіпті екенімді бірден түсінген болатын. Ол еш уақыт жоғалтпастан менің досым полиция майорына қоңырау шалып, менің көлігімдегі жасырын S-трекердің сигналын қосуды өтінген. Олар менің қайда екенімді біліп, осы жаққа қарай ұшып келе жатқан еді. Бірақ маған полиция келгенше тірі қалу керек болды. Айқас қапастағы арыстанның бұлқынысы. Думан темір кілтті жоғары көтеріп, менің тіземді сындыруға оқталды. Осы сәтте менің ішімдегі өмір сүруге, отбасыма оралуға деген құштарлық адам нанғысыз адреналин тудырды. Мен бар күшімді жинап, байлаулы отырған ауыр ағаш орындықпен бірге артқа қарай бар күшіммен құладым. Қарс. Менің салмағыммен және құлау екпінімен ескі ағаш орындықтың арқалығымен бір аяғы сынып кетті. Думанның соққысы ауаға кетті. Мен жерде жатып сынған орындықтың ағашынан оң қолымды жұлып алдым. Білегімнің терісі сыпырылып қанға боялса да, менің бір қолым босады. Оны ұстаңдар, деп бақырды Болат. Мен босаған қолыммен аяғымдағы арқанды лезде босатып үлгердім де орнымнан атып тұрдым. Болат қолындағы пышағымен маған тап берді. Ол түрмеде қатыгездікке үйренгенмен төбелес техникасын ұмытқан, ал мен болсам соңғы 7 жыл бойы бокс залында жаттыққан едім. Ол пышақты сілтегенде мен оның қолын білегінен қағып жіберіп, әл жағынан бұрата соқтым. Шарқ. Болаттың тістері сынып, ол шалқасынан қойманың шаң басқан еденіне құлады. Пышақ қолынан ұшып түсті. Арман артынан келіп, мені темір трубамен ұрмақшы болды. Мен еңкейіп қалып, оның ішінен бауырынан ауыр соққы жасадым. Арман екі бүктеліп қалғанда, оны тіземмен бетінен ұрып сұлаттым. Енді тек Думан қалды. Ол үлкен темір кілтті қос қолдап ұстап маған қарай ұмтылды. Біз қойманың ішінде өліспей беріспейтін айқасқа түстік. Ол менің иығымнан темірмен ұрып үлгерді, мен ауырсынудан тізе бүгіп қалдым. Ол мені түпкілікті өлтіру үшін темірді басыма көтерді. Құтқарушы сәуле, тозақтың аяқталуы. Дәл сол секундта қойманың үлкен темір қақпасы сарт етіп сынып ішке қарай құлады. Қойманың ішін көз қарықтыратын полиция көліктерінің жарқылдақ шамдары, мигалкалары мен прожекторлар жарық қылды. Орынды қат, қаруды таста, жерге жат деген қатаң бұйрықтармен бірге ішке қаруланған сол бір арнайы жасақ жауынгерлері басып кірді. Олардың артында менің досым полиция майоры тұрды. Думан қолындағы темірді тастап тізесіне құлады. Еденде есін жие алмай жатқан Болат пен Арманның үстіне арнайы жасақ сарбаздар мініп, қолдарын арқасына қайырып, суық кісенді сарт еткізіп жапты. Олардың жоспары күл талқан болды. Олар мені жалғыз, қорғансыз деп ойлаған еді. Бірақ менің артымда мені шексіз сүйетін, менің бір сөзімнен қауіпті сезетін ақылды әйелім және менің мызғымас дайындығым бар болатын. Болатты кісендеп сүйреп бара жатқанда, ол маған қарап өкіре жылады. Жоқ,
Жоқ, мен түрмеге қайта бармаймын. Ол жерде мені өлтіреді. Серік, кешір мені, деп жалынды. Бірақ бұл жолы оның сөздері маған жетпеді. Қасқырдың жасы оның жауыздығын ақтамайды. Майор менің жаныма келіп қансыраған иығымнан демеді. Серік, бауырым, амансың ба? Айгерімнің арқасында үлгердік. Бұл үшеуі енді жарық дүниені көрмейді. Адам ұрлау, азаптау, қасақана кісі өлтіруге оқталу. Бұлар енді 15-20 жылға кесіледі. Олардың өмірі осымен бітті, деді майор. Мен қанға боялған бетімді сүртіп терең тыныс алдым. Иә, бәрі бітті деп күлімсіредім. Эпилог жарыққа қадам. Бір айдан соң спорт кешенімнің жарық залында балалардың шулы, қуанышты үндері естіліп тұрды. Мен татамидің шетінде тұрып, кішкентай ұлымның дзюдодан алғашқы жаттығуын мақтанышпен бақылап тұрдым. Иығымдағы жарам толық жазылған, ал көңілімде ешқандай қорқыныш жоқ еді. Айгерім жаныма келіп қолымнан ұстады. Оның көздері махаббат пен сенімге толы еді. Сен нағыз батырсың, деді ол сыбырлап. Мен оның қолын қыстым. Жоқ, жаным. Нағыз батыр сенсің. Сенің сезімталдығың мен ақылың болмаса, мен бүгін бұл жерде тұрмас едім. Түрмеден шыққан 3 қылмыскер өздерінің лайықты жазасын алды. Олар енді ешқашан қоғамға оралмайтын ұзақ мерзімді жазаға кесілді. Олардың зұлымдығы өздерін жұтып қойды. Ал мен әскерде басталған сол бір қорқынышты сынақтан сынбай өттім. Зұлымдық қаншалықты күшті, қаншалықты қатыгез болып көрінсе де, оның алдында бас имеу керек екенін түсіндім. Әділеттілік пен отбасының махаббаты әрқашан кез келген қараңғылықты жеңіп шығады. Мен ұлымды көтеріп алып, күн сәулесі түсіп тұрған үлкен терезеге қарай қадам бастым. Өмір жалғасуда, және бұл өмір жарқын әрі бақытты еді. Тамам.